әріптестерім, мен Серкебаева Роза Нусиповна, Роза Нусипқызы. Осы 5-ші арнайы мектеп-интернатында 11 жыл бұл директор болып жұмыс істеп келе жатырмын. Өзім Казанпуды бітірдім. Қазіргі кезде осы жерде 30 адам Казанпуды бітірген қыздар дефектология факультетінде жұмыс істейді. Тәрбиеші болып, класс жетекші болып, методист болып, мен өзім директор болып істеймін. Сол үшін біз Казанпуды жақсы көреміз. Ол вузда бітірген студенттер жақсы дайындалады. Түкпір-түкпір Қазақстанның түкпір-түкпіріне кетеді. Солар өздерінің жұмысын тауып, өздерінің жолдарын тауып жұмыс істесе дұрыс деп ойлар едім. Бізде балабақшада, коррекционный интернаттарда бұл маман жеткілікті емес. Сол үшін осы білімді, осы маманды алып бітірген қыздарға ақ жол тілеймін. Өзім өкінбеймін. Бұл вузды бітіріп, осында жерде жұмыс істегеніме. Мен кішкентай кезімнен армандайтын, жанашыр болатын, өзім алдымда тұрған сондай адамдарға әрқашан көмек беріп, қол ұшымды беріп, көмектесем екен деп. Сол арманыма өзім жеттім деп ойлаймын. Сосын Ақбота Нұрсұлтановна, сізге үлкен рахмет, Күләш Бектайына, сізге үлкен рахмет. Сіздер менің бірінші шәкірттерімсіздер. Сіздер менің бірінші мұғалімдерімсіңдер. Мен сіздердің бірінші шәкірттерім, мен сіздердің шәкірттеріммін. Сол үшін мен бұл вузды таңдағаныма өкінбеймін. Қыздар осы вузды бітіріп жатқан дефектология факультетінде оқып, өздеріңіз өкінбеңіздер. Наоборот, басқа адамдарды алып кеп осында оқытыңыздар. Бізге мамандар жетіспейді. Сол үшін осындай жақсы мамандар шығарып, үлгілі жерге жіберген бізге өте қуанышты болдым. Үлкен рахмет.